Енді балалар, әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Қанекей видеоны мұқият көріп отыра ғой. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жуынамын күнбе-күн, яғни кір қоймас. Сабағымызды бастамас бұрын мына жұмбақтың шешуін табайық. Жылт-жылт етеді, жылғадан өтеді. Бұл не? Әрине су. Бүгінгі тақырыбымыз кір қоймас, яғни су және сабынмен байланысты екен. Кәне өлеңді мұқият тыңдайық. Етігімде шалбарда бәрі кетіп қалған ба? Қарным ашып барады, қайда әлгі тамағы? Нан да маған қарамай, қашып жатыр жағалай. Шөлдеп кетіп тегі мен, самаурынға келіп ем, ұстатпауға бекініп, ол да кетті секіріп. Бұл не сонда, мәні не боп қалды бәріне? Үйге қарай зыттым кеп, енді мен де біттім деп, қол жуғышқа тығылдым, айғыздарын мұрынның, сияларын бетімнің сабынменен кетірдім. Аямадым сабынды, барлық кірім арылды, жүрем сатпақ боп, шыға келдім әппақ боп. Сезбей қалдым шалбарым жаныма кеп қалғанын, самса жетті сосын кеп, жеші мені досым деп, көріп әппақ түрімді, нан аузыма тығылды. Кітабымда күлімдеп, дәптерлерде біртіндеп, келіп жатыр жүгіре, қарап әппақ түріме. Кітап дәрім қуанып, билеп те жүр бұралып. Осы кезде жаныма жетіп келді тағы да, қол жуғыштай батырың күліп қояды ақырын, сүйсінгеннен шаттанып, сүйді мені бас салып. Кір-кір болып жүредің, әппақ болдың балақай, енді екеуміз білемін, дос боламыз алақай. Хош иісті сабынның көбігіне малындым, тісімді де тазартып, барлық кірден арылдым. Тап-таза боп жүргенің қандай әсем жақсаға, жуынбасаң күнбе-күн, ұят масқара. Рақат қой шомылған, айдындарда балықтай, моншада да үйде де жуынамын жалықпай. Шомыламын күнде мен, тамаш екен бұл деген, балақайлар бәріңде дос болыңдар суменен. Балалар, осы кір қоймас деген өлеңде бір баланың етігі, шалбары, тіпті үйдегі тамақтар да, кітаптары, дәптерлері барлығының бұл баладан қашып кеткен айтылған. Өйткені ол бала кір болып жүріпті. Содан кейін ол бала қол жуғышқа барып, сабынды көп ішітіп отырып, жуыныпты. Тазаланғаннан кейін бұл баланың заттары да ақырындап келе бастаған екен. Етігі де, шалбары да, нан да, жаңағы кітаптары, дәптерлері де. Бұл мысал арқылы бізге де тазалықты сүйіңдер, таза жүріңдер деп айтқысы келіп тұр, балалар. Сендер түсіндіңдер деп ойлаймын. Осылай өлеңді өздеріңде бірнеше рет қайталап оқып көріңдер. Мына екі суретті салыстырып көрейікші. Бірінші суретте баладан барлық үйдегі заттар, тамақтар, ыдыстардың барлығы қашты. Неге қашты? Өйткені бала арам болды, жуынбаған күйде болды. Ал заттар не үшін қайтадан оралды? Өйткені бала сабындап отырып, қол жуғышта өзін тазалап ретке келтірді. Сонда балалар, бұл мысал арқылы біз не ұқтық? Яғни әр қашан таза жүру керек, тазалықты сақтау керек екен. Өлеңдегі негізгі ойды білдіретін жолдар мынау екен. Шомыламын күндемен, тамаш екен бұл деген, балақайлары бәріңде
дос болыңдар суменен. Енді балалар, біз бұл өлеңнен тазалық сақтау керек екенін түсіндік деп ойлаймын. Енді балалар, мына суретке қарайықшы. Бұл жерден нені көріп тұрмыз? Иә, сабын, тарақ, орамал, щеткаларды көріп тұрмыз, иә. Бұлардың бәрі адамның жеке гигиенасына қолданылатын заттар. Енді осы заттардың жеке гигиенада алатын орны мен пайдасы туралы әңгімелеп дәптерге жазыңдар.